Иә, сіз қате естімедіңіз. Жұмыртқаның қабығының да өзіндік қасиеттері бар. Сіздермен бірге 1001 ауруға ем каналы. Тіркеліп кетіңіз. Жұмыртқаның қабығы негізінен кальций, фосфор, темір, калий, магний және кремнийден тұрады. Жұмыртқа қабығының ұнтағын жүкті әйелдер, балалар және ересектер кальций жетіспеген жағдайда қолданады. Мұндай ұнтақты үнемі қолданған жағдайда қан қысымы мен жүрек қағысының жұмысы жақсарады, зиянды холестерин деңгейі азаяды, зат алмасу процесі қалпына келеді. Жұмыртқа қабығының құрамы адамның сүйектері мен тістеріне таңқаларлықтай сәйкес. Онымен қоймай, жұлындағы қан жасушаларының жұмысын күшейтеді. Сондай-ақ жұмыртқа қабығы ағзадағы радионуклеидтерді шығаруға да үлкен себебін тигізеді. Үйрек немесе қаз жұмыртқаларының ондай қасиеті жоқ. Қабықты тіпті кішкентай балалар да қолдануға болады. Қолдану әдісі тым оңай, тазалап жуу жеткілікті. Кішкене балалар үшін 5 минуттай қайнатылады. 1,5-нан 3 грамм дайын жақсылап майдалап, күнде 1 рет жас мөлшеріне байланысты қабылдауға болады. Видео ұнаса, лүпіл басып кетіңіз.